Балалар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын бір жағында ахуал тудырып алайық. Бәріміз орнымыздан тұрамыз. Қуанасың сенде, қуанасың сенде, қуанамыз бәріміз арайлап атқан күнге. Жарайсыңдар, отырамыз. Енді балалар сандар бойынша бөлініп топқа бөлініп алайық. Бірінші топ, мына жерде екінші топ және үшінші топ болып бөлініп аламыз. Сандар бойынша бәріміз орнымыздан тұрамыз. Алғандар бірінші топқа отырамыз, екіні алғандар екінші топқа, үшті алғандар үшінші топқа отырамыз. Кәнекей, енді бері қараймыз балалар, біздер өткен сабағымызда үй тапсырмасын берген болатынмын, иә? Орындап келдік па? Иә. Өтілген тақырыптар бойынша қайталап келеміз дегенбіз, сөз таптарын. Қайталап келдік па бәріміз? Иә. Мен бірінші оқу тапсырмасын, үй тапсырмасын тексерейін, бәріміз дәптерлерімізді тапсырайық. Айналма дәптерлерімізді алайық маңызын. Әкеліп дәптерлерін тапсыр, мына дәптерден алыңдар, әрқайсысын. Дәптерlerimizi aldık da yanında men үй тапсырмасын тексеремін. Ал сөз таптары бойынша қазір мен сіздерден сұрақ жауап арқылы тексеретін боламын. Сөз таптарын бәріміз қайталап келдік қой, иә? Енді бері қараймыз. Өткен сабағымызда біз қандай сөз таптарымен таныстық? Мен қазір сұрақ қоямын, жауап береміз. Зат есім дегеніміз не? Кім айтады? Зат есім дегеніміз не да? Кім айтады? Гүлзанам айта қойшы. Заттың, атын, білдіретін сөздерін, зат есім деген сұрақтары кім, кімде, немелер, мысалы, дәптер, оқушы, мұғалім. Жарайсың. Тамаша. Енді етістік дегеніміз не? Кім айтады? Алина айта қойшы. Заттың қимылы, іс-әрекетін білдіретін сөздері, етістіктегі сұрақтары не қылды, не істеді, қайтты, мысалы, тұрды, жүрді, барды. Жарайсың, тамаша. Ал сын есім дегеніміз не екен? Дегеніміз не? Кім айтады? Нұрислам айта қой. Сұрақтың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздері сын есім дейміз. Сұрақтары қандай қай? Жарайсың. Мысал келтірейікші. Мысалы, ақ, қара, үлкен. Жарайсың, тамаша. Жарайсыңдар балалар. Енді біз өткен сабағымызда сын есімнің негізгі және туынды түрімен танысқан едік. Кім айтады ережесін? Назым айта қойшы. Сын есім негізгі және туынды болып бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейміз. Мысалы, қалың, әдемі. Түбір сөзге жинақ жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейміз. Мысалы, өнерлі саналы. Өнерлі саналы. Жарайсың, тамаша. Отыра қойыңдар. Өтілген тақырыптар бойынша жақсы біледі екенбіз, тақырыпты. Енді балалар, бүгінгі сабақта біздер қандай тақырыппен танысады екенбіз? Оны біз қазір мына жерде мына тақтаға қарайық. Не көріп тұрмыз балалар? Бірінші. Мына жерде не көріп тұрмыз? Сегіз Көз, иә? Мына санға сөздерді қосып оқимыз. Сонда қандай сөз шығады? Сегіз көз. Мынау? бір қазан. Бір қазан. Ал мынау? Ал мынау? Көз, дұрыс. Ал мынау? Алты бақан. Бұл жерде қандай айырмашылық көріп тұрмыз балалар? Сандардың атауына сөздерді қосып оқыдық. Сонда бұл жерден біз нені түсінеміз? Яғни біз бүгін қандай тақырыппен танысады екенбіз? Сан есіммен танысамыз, иә? Сан есіммен танысады екенбіз. Енді бүгінгі сабақта балалар сендер тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап береміз. Одан кейін сөйлем ішінен сан есімдерді табады екенбіз. Енді жалпы сан есім дегеніміз не? Ережесін анықтамасын есімізге түсіріп алайық. Бәріміз тыңдаймыз. Заттың санын, ретін, білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5 кітап. Қанша кітап? 5 кітап. Екінші үй.
білетін боламыз. Балалар, енді біз қазір жаттығу жұмысын бастамас бұрын дәптер, кітаптарымыз бәрін аштық па? Жаттығу жұмысын бастамас бұрын бір видеоролик көріп алайық, видеоролик көріп алайық, сонан кейін барып жаттығу жұмысын орындаймыз. Аяз кезінде ғана байық. Міне балалар, видеороликті де көрдік, су қандай болады екен? Мөлдір, таза болады екен. Және де бұлақтың суы қандай болады екен? Тәтті, және салқын болады екен. Видеороликте. Енді біз қазір 21-ші жаттығуға қарайық. 21-ші жаттығуды синемнограф тыңдаймыз. Күн төбеңді кетердей шақырайып тұр. Асан үйінен шығып малды ауылдағы атасыныкіне беттеді. Демалыс кезіне атасына барып сәлем бермекші. Орта жолға жетпей шөлдей бастады. Бекер қуырдақ жеген екенмін деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда ерні кезеніп тамсанып қалды. Шіркін, бір ұрттан су болса ғой. Кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне аңсаған бұлаққа да жетті. Қолы жуып жіберіп уыстап су іше бастады. Тап-таза, мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Неткен рахат. Мәтін не туралы екен балалар? Су туралы. Бұл жерде судың қандай болатынын білдік. Енді мен бірінші топқа сұрақ қояйыншы. Асан қайда бармақшы болды? Жарайсыздар, малда ауылдағы атасына бармақшы болды. Ол неліктен шөлдеді? Екінші топ жауап берейікші. Жарайсыздар, қуырдақ жеген еді, иә? Жолда не кездесті? Үшінші топ бұлаққа кездесті. Жарайсыздар. Бұлақтың суы қандай екен? Мөлдір, тәтті. Жарайсыздар. Бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінді? Барлығына сұрақ. Неліктен ерекше болып көрінді? Қатты шөлдеді, сондықтан оған ол ерекше тәтті болып көрінді. Жарайсыздар балалар. Балалар, осы мәтіндегі тірек сөздерді табайықшы. Қандай тірек сөздер бар екен? Мәтіндегі тірек сөздерді айтайық. Жарайсыңдар, енді осы тірек сөздерді дәптерімізге жазамыз. Дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді ашайық бәріміз. Сөйтіп бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін сәуірдің 11-і жазамыз. Сәуірдің 11-і сынып жұмысы. Тақырыпты жазамыз, және 21-ші жаттығу деп тірек сөздерді жазып аламыз. Барлығымыз дәптерімізге тірек сөздерді жазып алайық. 21-ші жаттығуды жазып болып па? Тірек сөздерді жазып болып па? Тексеріп шығайын бәріміздің. Бәріміз жазып болды, тірек сөздерді. Жарайсыңдар. Енді олай болса, 22-ші жаттығуға қараймыз. 22-ші жаттығуда бәріміз кітабымызда да бар, тақтаға да қарайық. Тақтада мыса теңіз одан әлде қайда көп. Жер бетінде 4 мұхит бар. Олардың саны 30-ға жетеді. Бұл жерде 22-ші жаттығуда балалар бізге орны ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жаз деген. Бірінші, қайсы сөйлем бірінші тұрады? Екінші, қайсы сөйлем үшінші? Бірінші, қайсы сөйлем бірінші тұрады? Жарайсыңдар. Келесі. Теңіз одан әлде қайда көп. Одан олардың саны 30-ға жетеді. Енді осы жерде санесін сөздерді анықтайықшы. Бірінші сөйлемде. Бірінші қайсы сөйлем болды? Жер бетінде 4 мұхит бар. Ол жерде санесін қайсы? 4. Яғни бұл жерде
бұл жерде де теңіздің санын білдіріп тұр. Яғни бұл сан есім сөздер екен. Енді тақтаға шығып, осы 22-ші жаттығуды жазамыз. Бірінші сөйлемге кім шығады? Жер бетінде төрт мұхит бар. Әдемдеп дәптерімізге жазып аламыз балалар. Мұхит бар. Оқиғы және? Жер бетінде 4 мұхит бар. Сан есімді табайық, шош жердің. Сұрақ қоямыз. Дұрыс, қанша мұхит бар? 4 мұхит бар. Астын сызамыз. Сан есімнің астын сызып қоялы. Жарайсың, отыра қой. Келесі сөйлемге кім шығады? Мирас келе қой. Келесі сөйлем теңіз одан әлде қайда көп. Жаза қой. Теңіз одан әлде қайда көп. Теңіз одан әлде қайда көп. Қайда көп. Жарайсың. Сөйлеміңді оқи қой. Теңіз одан әлде қайда көп. Сан есім бар ма? Жоқ, отыра қой. Келесі сөйлемге кім шығады? Назым шығады. Келесі сөйлем қандай еді? Олардың саны 30-ға жетеді. Жарайсың, Назым, оқи қойшы енді сөйлеміңді. Олардың саны 30-ға жетеді. Сан есім қалай осы сөйлемді? 30-ға сұрақ қоямыз. Нешеге жетеді 30-ға? Жарайсың, атын сызамыз сан есімді. Барлығымыз дәптерімізге әдемілеп жазып, атын сызамыз сан есімдерін. Отыра ғой. Бәріміз дәптерімізге. Енді бір сергі алайық. Тақтаға қараймыз. Тақтада бізге бірнеше тапсырма берілген. Мынаны бірінші топ, екінші топ және үшінші топқа тапсырма мен дайындап бергенмін. Сол тапсырмалар қазір мен сендерге беремін. Тез-тез айта қоямыз. Жарай ма? Бірінші топқа бірінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырманы орындаймыз. Үшінші топ, үшінші тапсырманы орындаймыз. Бәріміз бірге жан, бірге отырып, бірге орындаймыз. Яғни бірінші топтың тапсырмасы бұл жерде мынау сандарға қатысты 6 сөзді
тиыны бар, ya. Келесі. 100 досың болсын. Екен, жарайсыңдар. Енді 25-ші жаттығуға қарайықшы. Мақалды оқып, жатқа жаз дейді. Bir кісі қазға құдықтан, 1000 кісі су ішеді. Дәптерімізді ашамыз. Одан кейін осыны бірінші оқып жаттап алып, кейін жазамыз. Балалар, одан кейін тағы да бір, бұл жерде бізге сан есімнің қайсы сөзбен байланысып тұрғанын тап деген. Бірінші сан есім сөздер табайықшы осы жерде, кән? Бірінші сөйлемде сан есім қайсы? Екінші сөйлемде? Енді осы сан есім сөздер қайсы сөзбен байланысып тұр екен? Bir деген сөзіміз. Қайсы сөздер? Кісі деген сөзбен байланысып тұр. Ал 1000 деген сан есім сөз? Ол да кісі деген сөзбен байланысып тұр екен. Осыны сызбамен көрсетіп қоямыз дәптерге жазғанымызда. Бәріміз дәптерімізді ашып 25-ші жаттығу деп жазамыз. Жазыңдар. Дәптерімізді ашып жаз. 25-ші жаттығу деп жазамыз. Ya, жатқа жазамыз. Оқып жаттап алдық па? Енді соны жатқа жазамыз, кейін қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсетіп қоямыз. Oldu mu sendерге? Бүгінгі тақырыпты бәріміз түсіндік па? Енді осы бүгінгі тақырып бойынша, яғни сан есімді қатыстырып сөйлемдер құрайықшы. Алинур, сен құрайсың, Мирас, Жаня, так, я, Назым, Нұрислам, бәріміз құраймыз. Кім айтады? Ойымыздан құрайықшы. Жаня, айта қойшы сен. Бұл жерде сан есім сөз қайсы? Сұрақ қойшы. Даусыңызды шығарып айтады. Тағы да кім айтады? Мирас айта қой. Сан есім қайсы бұл жерде? 3-ші сыныпта. Нешінші сыныпта? Дұрыс, жарайсың. Алинур айта қой сен. Менің қармағым 7-ге толды. Сан есім 7. 7-ге, я? Сұрақ қойшы. Нешеге толды? 7-ге толды. Жарайсың, отыра қой. Сан есімді бәріміз білдік па? Анықтамасын білдік па? Сан есімді сөйлемдердің ішінен анықтай аламыз ғой, я? Енді осыны келесі сабақтарда да қайталап айтып бере аламыз ба? Енді оны мен қазір тексеріп сұрайын, я? Назым айта қойшы, сан есім дегеніміз не екен? Жарайды, енді кім айтсын? Мирас айта ғой, Мирас айтсын. Сан есімдерінде қанша, неше, нешінші деген сұраққа қойылады. Мысалы, 5, кітап, 2-ші үй. Жарайды, отыра ғой. Енді кім айтсын? Кім айтсын енді? Жаня айтсын, Жаня айта ғой. Заттың санын етін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Жарайсыңдар балалар, мына жерде сан есімнің ережесін барлығымыз білдік, түсіндік. Енді бүгінгі тақырып бойынша мен сендердің білімдеріңді бағалап, күнделіктерге бағаларымды қойып берейін. Барлықтарың күнделігімізді ашамыз, мен сендердің бағаларымды қойып шығамын. Тапсырма осы сан есімнің анықтамасын жаттаймыз және 24-ші жаттығуды үйге жазып келеміз. Күнделігімізге жазып аламыз. Сабақ аяқталды.